Сәлеметсіздер ме достар, бүгін сіздермен мясной пирогтың оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет және де жұп-жұмсақ болып шығады. Ең бастысы қолжетімді заттардан жасалады. Видеоны қарамас бұрын міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен тестасын дайындаймыз. Ол үшін айранға тұзды және де соданы қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Сосын ұнға кез келген жұмсақ немесе мұздатылған майды қосып, крошка жасаймыз. Дайын болған крошкаға айранды қосып, жұмсақ теста дайындап аламыз. Мінекей теста дайын болды. Келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ет тартқыштан өткізілген ет және де ұсақтап туралған пияз, сонымен қатар кубиктеп туралған картоп қажет. Сосын дәміне қарай тұз және бұрыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Салмасын дайындап болғаннан соң тестаны үлкен және кіші бөлікке бөлеміз. Кіші бөлігін пирогтың бетін жабу үшін қолданамыз. Келесі кезекте тестаның үлкен бөлігін жайып формаға орналастырамыз. Тестаның үстіне дайындап алған салманы орналастырамыз. Сосын пирогтың бетіне тестаның қалған бөлшегін жайып орналастырамыз. Және де оларды видеода көрсетілгендей етіп біріктіреміз. Пирогтың ортасын дөңгелек етіп кесіп аламыз. Бетіне сары жағып, кунжут немесе мак сеуіп, 160-180 градуста 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Және де ортасына 1 шай қасық май салып қойсаңыздар болады. Сонымен мясной пирог дайын болды. Тойымды жұп-жұмсақ керемет болып шығады. Әрине жасап көріңіздер және де міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыздар.